Қазақстан әскері әлемде қаншалықты қуатты? Осы сұрақты ойланып көрдіңіз бе? Құдай сақтасын, егер алда-жалда көршілеріміз басып кіретін болса, қаншалықты қорған аламыз? Ал әлем рейтингі біздің әскердің қуатын орташаға балапты. Бастысы, орталық Азияда ең қуатты екенбіз. Қазақстан орталық Азияда қарулы күштер бойынша көшбасшы. Біз жалпы орталық Азия елдерімен салыстырғанды жақсы көреміз ғой. TikTok, Instagram'да ашып қалсаңыз, Өзбекстан мен Қырғызстан мен түрлі салада салыстыратын видеолар қаптап жүр. Бірақ әскердің қуаты, күші бойынша расымен де қазір орталық Азияда көшбасшымыз ба? Бірге тексерейік. Халықаралық Global Firepower жыл сайын әлем елдерінің әскери күш қуатын анықтайтын рейтинг жариялап отырады. Рейтингде Қазақстан 145 елдің арасында 58-ші орын алған, және бұл орталық Азиядағы ең жоғарғы көрсеткіш. Алғашқы бестікке ақш, Ресей, Қытай, Индия және Оңтүстік Корея кіреді. Ал Ресеймен соғысып жатқан Украина әскерлері 18-ші орынға жайғасқан. Global Firepower рейтингі әскер саны мен қаражаттан бөлек мұнай қоры, сыртқы қарыз, табиғи газ тұтыну, көмір өндіру, жалпы жер көлемі және тағы басқа 60-тан астам факторларды қамтиды. Яғни әр елдің әскери мүмкіндіктерін барынша бағалайды. Қазақстан былтырғы жылы 63-ші орын алса, Өзбекстан бізден бір саты жоғары болған екен. Ал орталық Азия елдерінің әскери қуатын жеке қарастыратын болса, Қазақстан бірнеше факторда жоғары болғанмен, кейбірінде төмен орналасқан. Мысалы, Қазақстанда 80 мың әскери персонал болса, Өзбекстанда 40 мың, Түркменстанда 33 мың, Қырғызстанда 20 мың және Тәжікстанда 9 мың. Әскери авиация саны бойынша Қазақстан алда тұр дегенмен, танк саны бойынша Түркменстанда бізден 2 есе көп. Әскери әуе күштері бойынша керісінше Өзбекстан алда, ал брондалған жауынгерлік машина саны бойынша Түркменстан алда. Ал қорғаныс бюджетіне келетін болса, Қазақстан 7,5 миллиард доллар жұмсаса, қалған 4 ел 1,69 миллиард ақш долларын жұмсаған. Әскерге барынша көңіл бөліп отырмыз ба, әлде бұл жасағанымыз жеткіліксіз бе? Сіз қалай ойлайсыз? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеоны бөлісіп, каналға тіркеліңіз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.